Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы бүгінгі талқылайтын тақырып осы Ағылшын премьер лигасы жайында, тағы да осы екінші туры, Ағылшын премьер лигасының екінші турындағы турдың орталық матчы, тағы да Ливерпульдің матчы. Юрген Клопптың командасына екі турдан бері осы алғашқы екі турда сондай бір жеңіл қарсылас түспей жатқаны байқалады. Жалпы Лидс Юнайтедпен өткен жолғы болған ойынды жалпы оны да талқылаған болатынмын. Ол кезде де оңай соққан жоқ. Және бүгінгі ойын Лидс Юнайтедтен біршама басым, біршама мықты. Сол бір өткен жылғы Ағылшын премьер лигасының сондай бір ең сондай әдемі ойын көрсеткен командаларының бірі Челсиге қарсы болған Фрэнк Лэмпардтың. Жалпы Лэмпард осы маусымаралық үзіліс кезінде трансферді өте көп трансфер жасады. Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тиаго Сильва сияқты жаңағы мықтылар келді. Және осы бірнеше күннің ішінде Эдуард Менди деген Реннің қақпашысы келу керек. Жалпы бұл тақырып бүгінгі өте актуалды десем болатын шығар. Бүгінгі видеода осы қақпашының тақырыбы. Алайда ойын барысы жайында айта кетсем, ойынның өкінішке орай біршама себептермен бірінші таймын толыққанды көрмедім. Сондықтан Андреас Кристенсеннің алаңнан қуылуы жайында бүгін ештеңе айта алмаймын, себебі оны мүлдем өзім де көрмедім. Жалпы кейін қайталап көрсеткен де жоқ оны ойын барысында, кейін өзім жалпы қызығып іздеген де жоқпын. Жалпы ол тақырып жайында қозғамай ақ қояйын. Жалпы екінші таймның басынан бастап Челсиде, Ливерпульде екінші тайм басына жақсы шықты. Алайда Ливерпульдің сол екінші таймның басында байқалған ойыны Ливерпульдің белгілі мақсаты болды Челсиден қарағанда. Егер Челсидің жаңағы бар мақсаты сол допты өзінде көбірек ұстау болса, Ливерпуль допты өзінде аз ұстаса да, сол аз ұстаған уақыттың ішінде жаңағы өзінің сондай бір мақсаты болды. Өзінің қандай мақсатта жұмыс жасайтынын әрбір ойыншы білді, және соның арқасында жылдам гол соғылды деп айтсақ болатын шығар. Екінші таймның басындағы 10 минутында 2 гол соғылды. Бірінші гол толыққанды Ливерпульдің шабуыл шегіндегі ойыншылардың еңбегі деп айтсақ артық кеткеніміз емес шығар. Фирмино да, Салах та, Мане де керемет ойнады. Және бұл тұста Фикайо Томори мен Рис Джеймстің қателігін атап өту керек. Екеуі бірдей. Тіпті Рис Джеймс кішкене қарсыластық көрсетті, ал Фикайо Томори мүлдем доптың қайда ұшып, қайда қонарын мүлдем сезбеді деп айтсақ болатын шығар. Орталық қорғаныстағы сол Андреас Кристенсеннің жетіспегені толыққанды көрініп қалды. Ал Ливерпуль бүгінгі видеода Манчестер Юнайтедтің формасын киіп алып Ливерпульді қатты мақтайын деп отырмын. Ливерпуль бүгін мінсіз ойнады деп айтсам артық емес шығар. Тиаго Алькантараның алаң ортасындағы ойыны өзіме өте қатты ұнады. Жалпы Тиаго маған сол бір ұнайтын аз ойыншылардың сол қатарына кіреді деп айтсам болатын шығар. Ол Барселонада да мен өзім ең алғаш көрген, Баварияда, міне енді Ливерпульде де мысалы өзінің сол бір өткен жылғы Ливерпульдің жартылай қорғанысындағы ойыншылардың жасай алмаған өте керемет функциясы сол алаң ортасынан екі жаңағы фланг дейді ғой орысша, екі қанатты өте қатты байланыстырып отырды десек болатын шығар. Әуелеткен доппен сол қос латеральды Эндрю Робертсон мен өзі Трент Александр-Арнольд, онсыз да өте жылдам қос шабуылдаушы қорғаушыға өте сондай бір үлкен кеңістік берді да, және бұл Ливерпульге өте сондай бір қолайлы болды деп айтсақ болатын шығар. Жалпы Тиаго Алькантараның дебюті ойын соңында қателігіне қарамай өте керемет шықты деп айтуға болады. Дәл осы бүгін бірінші ойын өткізгеніне қарамай, дәл осы Клопптың қол астында Ливерпульде сол бір Клоппен бірге келген ойыншыдай ойнады деп айтсақ болатын шығар. Тиаго Алькантараны өте мінсіз ойын, өте керемет. Ал ойын соңындағы пенальтиге келетін болсақ, жалпы ойын соңындағы пенальти, мен өзім жалпы пенальти болмады деген ойдамын. Ол жерде Ағылшын премьер лигасында ондай жағдайлар әрбір матчта тіпті бірнеше рет болып тұратын жағдай, сондықтан үйреншікті хал сияқты. Алайда білмеймін, енді бас төрешінің қабылдаған шешімі солай болды. Және бұл тұста Алисон Беккерді де атап өткен жөн. Өте сондай бір тәжірибелі қақпашы, өте керемет допты қайтарды. Жоржиньо да өзі осы Ағылшын премьер лигасының үздік пенальтистерінің қатарына жатады ғой. Бруно Фернандеш, жаңағы Кевин Де Брюйне барлығы.
және бұл тұста осы Жоржиньоның пенальтиін өте сондай бір қалай айтады, жаңағы жеңіл қайтара білді да, өте сондай бір артық қимылсыз қайтара білді. Және жалпы Ливерпуль қорғаныста да жақсы ойнады. Жаңа атап өтетін бір жағдай осы тұста Вирджил ван Дейктің өткен маусыммен салыстырғанда осы ойында өте сондай бір жоғары ойнағандығы, орталық қорғаушының осылай жоғары ойнағандығын Ливерпульде көп көре бермеймін, және бүгінгі ойында жалпы өте қатты жоғары ойнады. Ал Челси жайында айтатын нәрсе өте аз. Челсиге сөзсіз қолы жүрмеді деп айтсақ болатын шығар. Жоржиньо пенальти соға алмады. Тимо Вернер сол бір пенальти жасаған сәті әрине көзге жақсы түсті. Одан кейін бірнеше рет сондай бір голдық моменттер жасап жатты да, алайда былай алғанда жалпы Тимо Вернерде сәтсіз ойын болды деп айтсақ болатын шығар. Пенальти жасағанына қарамай. Кез келген ағылшын премьер лигасының шабуылшысы үшін бір ойында пенальти жасау ол сәтті болатын болса, алайда Тимо Вернер үшін бұл ойында толыққанды сәтсіз деп айтсақ болатын шығар. Ал Кепа Аризабалаганың жалпы қалай жасағанын өзіңіз де көрдіңіздер. Ол туралы да көп айтудың қажеті жоқ. Өткен турда ғана Фрэнк Лэмпард Кепа Аризабалагаға сенемін, Кепа Аризабалага өте дарынды қақпашы деген болатын, және бүгін сондай бір өзі Кепа Аризабалага Фрэнк Лэмпардтың сөзін толыққанды ақтады деп айтсақ, жалпы сондай дұрыс болатын сияқты. Негізі жалпы бұл тұста әзілсіз, бұл тұстағы ойланатын бір адам болатын болса, ол әрине Испания ұлттық құрамасының бас бапкері болу керек. Себебі Давид де Геяның өткен маусымдағы ойыны, Кепа Аризабалаганың осы ойыны, және бұл тұста енді қазір Серхио Рикоға сенім арту керек сияқты Луис Энрике, және Кепа Аризабалаганың әлемнің ең қымбат қақпашысы екенін ескеретін болсақ, әлемнің ең қымбат қақпашысы Челсидің сондай бір қымбат ұпайларын жоғалтуына көмектесіп жатыр десек болатын шығар. Жалпы міне бүгінгі ағылшын премьер лигасының екінші турының орталық матчы жайында осында кішкене ғана үзінді ой. Жалпы видео ұнап жатса арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Батиньо KZ арнасы.